2020 жылы қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Республикалық бір ел бір кітап акция комитетімен әлеуметтік желідегі оқырмандардың таңдау арқылы 2020 жылы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы атты роман-эпопеясы және қазақ жазушысы Әнуар Әлімжановтың Ұстаздың оралу атты романы оқылатын болды. Акцияның мақсаты ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау, рухани мұрамызды сақтау. Құрметті кітапсүйер қауым, назарларыңызға Мұхтар Әуезовтың Абай жолы романынан үзіндісін ұсынамыз. Абай заманында тараған індет жайлы шығарманың Түн түнекте атты тарауында жазылған. Қазір бар әлем күресіп жатқан қатерлі індетпен Абай Құнанбайұлы да кезіккен. Ол өзен суынан адамға жабысып, барлық ауыл аймаққа тараған. Дерттен қарт кісілер мен жас балалар және әлжуаз адамдар көз жұмған екен. Абай халқын өлімге сүйреген аурудан аман алып қалуға әрекет етеді. Бұғалаға жаман науқас кепті. Құдай ұрған іш ауруы. Ар жақ бер жақтан күнде әлденеше адам өліп жатыр. Мәлік келгендей, шыбындай қырылып жатыр. Аты не дейді? Адам естімеген қу науқас бір. Жұрт қашып жатыр қаладан. Бұл Мұхтар Әуезовтың Абай жолы романынан үзінді. Абай Семейге келген бір сапарында шаһарда жұқпалы індеттің тарап жатқаны жайында жайсыз хабар естиді. Семейде Абайдың Федор Павлов деген досы болған. Павловтың әйелі Александра дәрігер еді. Абай елде тарап жатқан дерттің мән жайын сұрамақ болып досымен кездеседі. Досы Павлов өзі аса қауіпті, жұқпалы ауру ел таңдамайды. Бар жұртқа ортаға апат. Бұрында қазірде ең әуелі Үндістаннан шығыпты. Содан Ресейді, Европаны, Англияны, Қытайды, Жапонияны, тіпті Солтүстік Американы да аралап өткен екен. Қазір Ресейде 50-60 губернияға жайылыпты деген сыбыс бар деп Абай атамызға жұқпалы дерттің қауіптілігі жөнінде айтады. Бірінші кезекте Абай жаназа рәсімдерін өткізуге қатысты бірқатар өзгеріс енгізуді түсіндіреді. Алайда жаназаны жаңаша тәртіппен өткізуді кейбіреулер қабылдай алмайды. Марқұмды жерлеу рәсімін реттеп болған сонда қатерлі індетке шалдығушылар легі тоқтамайды. Демек, әлі де болса халыққа індеттің қауіптілігі мен сақтану жолдарын түсіндіру керек деп ой түйеді Абай. Құрметті оқырмандар, Хакім Абай халқын аурудан аман алып қалуға қандай әрекет еткенін видеоның астында берілген сілтемелер бойынша оқып біле аласыздар.